Мен Жетісу облысы Панфилов ауданы Шежін ауылы Шежін орта мектебінің музыка пәнінің мұғалімі Ибраимов Айымбек Жұмағұлұлы. Әр адам қайталанбас тұлға, оның жан дүниесі өзінше бір мектеп. Менің жүрегімнің мектебі арманымның орындалып, тұлға болып қалыптасуына өзіндік үлес қосқан, оқыған әдеби кітаптарым болды. Бүгінде балалық арманым асыл мұраттарға жетелеп, өмірлік мамандығым ұстаздықпен ұштасты. Бұл жолдағы менің міндетім әр қазақ баласын ғылым білімге, руханиятқа жақындату, ойын дамытып, ізгі қоғамның білімді ұрпағын даярлау. Менің жүрегімдегі мектеп ол ауыл мектебі.